Бұл өте үпелек қамыр да, міне қараңыздар. Ауыр емес, жеп жеңіл көтеріледі, жақсы көтеріледі. Одан кейін мынандай пеште пісірген плита ғой, енді қандай неде қоясыздар деп сұрақ қойыпты да маған. Мысалы, мына 14 болатын болса, мен қазір 13, 12 деп нетіп жатырмын, қуырып жатырмын. Жай қызбай қалса, 13-ке қоямын. Кішкене қатты қызып кетсе, 12-ге, 11-ге түсіріп отырып, қуырып отырмын. Мінекей. Сіздерге жақыннан көрсетейін. Қараңыздар, қандай әдемі, прям өте жеңіл ғой. Оны көбісі айтып жатыр да, іші қалың, чикі деп. Бірінші жасап көріңіздер. Ал мінекей кешкі ауызашарға біздің бауырсақтарымыз ыстықтай қуырылып жатыр. Сіздерге жақыннан көрсетейін мінекей. Қандай әдемі. Оның бізде бұл жерде 2/100, сүт 500 грамм, су 900 грамм, қант 50 грамм, тұз 30 грамм, дрожь 10-15 грамм. Мінекей. Бірінші ыдысқа суды, сүтті, одан кейін барып тұзды, дрожьды, қантты қосасыздар. Сумен жаңағы сүт жылы болу керек, жылы температура болу керек. Сливочный масло 200 грамм. Ерітіп құйып жібересіздер. Дрожь реакция бергеннен 2/100 ұндарыңызды салып, сразу қамырларыңызды ашта бересіздер. Кескен кезде бәрі сұрап жатыр. Мінекей кескен кезде осылай кесеміз. Жақыннан көрсетейін қазір сіздерге. Бәрі сұрайды да бізге қалыңдығы қалай болу керек, қалыңдығына жағыз. Міне осыншалықты. Міне. Осынша